Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Махаббат және абырой бөлімінің Дулат Исабековтың әпке драмасының өміршеңдігін бүгінгі сабағымызда өтеміз. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Сабақтың мақсаты: барлық оқушылар автор бейнесі мен кейіпкерлерді таниды. Көптеген оқушылар автор образы мен кейіпкерлер қарым-қатынасын ашу үшін олардың сөздеріне, яғни репликаларға, диалог, монологтарға талдау жасайды. Кейбір оқушылар шығарма мазмұнындағы құндылықтардың заманауилығы және жаңашылдығын бағалайды. Дулат Исабеков белгілі жазушы, драматург, 1942 жылы 20 желтоқсанда Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданына қарасты Ленин жолы колхозында дүниеге келген. Алғашқы азан шақырылып қойылған есімі Нысанбай. Сондай-ақ Дулат Исабеков 20 желтоқсанда дүниеге келгенімен, екінші туған күні 20 қазан деп есептеледі. Ал енді балалар, назарларына бейне материалды ұсынамын. Әпке туралы әңгіме көп. Әпке қанатымен су сепкен қарлығаштай, бауырлар үшін бар қызығын құрбандыққа шалған қазақ қыздарының типтік образы. Бауырына туған баласынан да артық қарау қазақ қыздарына ғана тән мінез. Қанша жыл өтсе де, әпке қоғамға өзінің актуалдығын жоғалтқан жоқ. Бауырмашылық азайған заманда көрерменнің әпкені қайта-қайта сағынатыны да сондықтан шығар. Әпке менің өзімнің өмірім ғой. Егерде әпкелерім болмаса, біз қалай болар? Егерде үш баламыз, ер бала, күйеуге тек кеткен әпкелерім кезек-кезек келіп, үлкен ағам 10-шы класста оқиды. Әкеміздей болып кетті деп жүрміз ғой енді. Bir жыл болды, қайтыс болғанда бара жатырмын. Менен үлкен сияқты көрінен сөйтсем, 6 жас па, 5 жас па, сондай ақын ғой арамыз. Міне сол үшеуміз қалдық қой енді. Ол кезде ол 10-шы класста оқиды. Оқуға түсем деп жүр. Оқуға түсіп те қойған. Ол кездегі заң бойынша мектепте 10-шы класста үздік оқып жүрген балаларды екінші жарты жылдықта жоғарғы оқу орындарында тізіміне енгізіп қояды. Мен ағам солай болды. Шымкенттің технологиялық институтына тізімі еніп қалған. Bir жақсы замандар еді ғой, қазіргі емес. Сөйтіп оқуға түсем деп жүрген кезде бәрі план жоспарым бар. Быт-шыт болып, апам қайтыс болғаннан кейін үйленуіне тура келді ғой. Сол әпкем кезек-кезек ағам үйленгенше, анамыз қайтыс болғаннан кейін кезек-кезек бір айдан, 2 айдан жатып, тіпті ағам үйленгеннен кейін де келін үйренсін деп қасымызда болды. Сонда ғана әпкемнің айтқан сөзі, кейінен пеші жазуыма тікелей түрткі болған, есімде қалған осы сөз. Жездем келеді ғой, үйге қайтасыңдар ма, қайтпайсыңдар ма? Біздің де бала шағамыз бар ғой. Бізде кәдім кір сасып, қоңырсыз сасып кеттік қой. Үйде тамақ жоқ. Не сен бауырларың балада, біздің өзіміздің баламыз бала емес пе дегенде үлкен әпкемін Бибіғалиді айтқан. Қақсамай кете бер. Баланы өзің бақ керек болса. Маған баладан гөр бауыр қымбат деген. Енді өйткені бауыр тауып береді, шешеміз жоқ деген. Осы сөзді мен айта алам ба қазір мәселе? Осы сөзді айта алатын адам бар ма қазір? Өз баласын тәрк етіп, бауырларды бірінші орынға қойған. Содан кейін ауылдағы елдің бәрінің қиындықтың бәрі әйел адамдардан иығына түсіп жатты. Ол иығынан кетпендер қалай түспесе, елдің ауыртпалығы олардың иығынан солай түспей жатты. Соның бәрін шыдады, көнді, және колхозда бір тиын еңбек ақы алмай жұмыс істеуге мойын сұнды. Міне сонан барып, солардың бәрін көре отырып, мен қалай әпке туралы жазбаймын. Әпке драмасы 2 бөлімнен тұрады. Дулат Исабеков 1977 жылы жазған сахналық қойылымға арналған шығарма. Қысқаша мазмұны:
Бұл туынды драма болғандықтан кейіпкерлердің сөйлеген сөздері мен іс-қимылдары интонация мен сезімге толы болып табылады. Басты кейіпкер Қамажай алдынан шыққан қиыншылықтарды көтере білген, бауырларына қамқор жан туралы айтылады. Драмада Қамажайдың өмірге құштар жан екенін байқаймыз. Ата-анасынан жастай айырылған ол өз өмірін тек бауырларына арнаймын деп, жеке өмірі жайлы ойлауды қояды. Оны Қабен атты жігітке: «Қабен, ол қиын сияқты, бауырларымды қиып тастай алмаймын, олар әлі мен үшін бала, өздігінен өмір сүретініне күмәнім бар», деп ұсынысына кері жауап қайтарғанынан білеміз. Драмада ремаркалар тобының аздығы бірден көзге түседі. Сондықтан шығарма шиеленісті түрде жазылған әрі терең философиялық мағынаға ие. Көп адамның сұранысын тудыратын шығарма. Ал енді балалар, миға шабуыл әдісі арқылы драманың атауына қандай ұлттық сипат негіз болғанын есімізге түсірейік. Ең алдымен, әпке деген кім еді? Қалай ойлайсыздар? Қамажайдың арманы орындалды ма? Мұндай жағдайлар тек қана қазақ отбасында кездесе ме? Бүгінгі әпкелер Қамажай секілді бауырлары үшін құрбандыққа бара ала ма? Деген сұрақтарға жауап берсек. Өте жақсы, балалар. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Оқушылардың ойлануына 5 минут уақыт беріледі. Оқушылар айтылған тұжырыммен келісу, келіспеулерін және оның себебін көрсетеді. Осыдан кейін әр оқушының жауабын жоққа шығару мақсатында талқылау немесе дебат ұйымдастырылады. Бірінші талқылаудан кейін оқушылар пікірін, көзқарасын өзгерткен оқушы болса, өз шешімін түсіндіреді. Бірінші тапсырма: әпке драмасындағы кейіпкердің жалғыз қалмауына мүмкіндігі бар ма еді? Дескриптор: драмадағы көтерілген мәселелерге қатысты сұрақтарға жауап береді. Келісу, келіспеу позициясын айқындайды. Оның себебін түсіндіреді. Келесі тапсырма: кейіпкерлерге үш сөйлеммен, өз сөздерімен мінездеме беріңдер және өз әпке, аға, інілерімен салыстырып ұқсас жақтарын көрсетіңдер. Қамажай, Омар, Темірбек, Нәзила. Бұл тапсырманың дескрипторлары. Әр оқушы кейіпкер туралы өз пікірін жазады, әрі салыстырады. Пікірлерді саралап, ортақ идеяға келеді. Келесі үшінші тапсырмамызға назар аударайық. Кейіпкерге берген мінездемесін драма мәтініне сүйене отырып табады, яғни тілдік көрінісін талдайды. Және де ол репликаға, монологқа әлде диалогқа жатады ма, соны анықтайды. Есімізге түсірейік, диалог екі немесе бірнеше адамның кезектесіп сөйлесуі арқылы пікір алмасатын ауызекі сөйлеу формасы. Монолог кейіпкердің көпшілікке қарата немесе өзіне арнап айтқан сөзі, ішіндегі толғанысы, өсиет уағызы. Реплика диалогқа қарсылық білдіру мәнінде айтылатын қысқаша жауап. Мысалы, Қамажай бейнесіне қатысты: не боп кетті, Құдай-ау, өн мен түстей. Бұл монологқа жатады. Теміржан, қарындасының балалығын кешір. Диалог: япырмай, әуре боп жасаған тамақты да шалмадыңдар ғой. Бұл сөйлем репликаға жатады. Дескрипторларға назар аударайық. Кейіпкерлер мен олардың сөздерін сәйкестендіреді. Шығарма кейіпкерлеріне өз сөзімен мінездеме береді. Кейіпкерге байланысты драма мәтінінен реплика, монолог, диалогтарды табады. Келесі тапсырмада әпке драмасының өміршеңдігі туралы бір абзац жазу керек болады. Әпке, артынан ерген бауырларынды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өсіру арманың еді ғой. Осы тақырып негізінде мәтін құрастырамыз. Дескрипторлары: автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу, өміршеңдігіне баға беру, өз көзқарасын білдіру. Ал енді балалар, сауалнама әдісі арқылы келесі сұрақтарға жауап берейік. Сабақта мен қалай жұмыс жасадым? Мен сабақта жасаған жұмысыма қандай баға беремін? Мен үшін сабақ қызықты болды ма?
Сабақ барысында мен нені түсіндім? Менің көңіл күйім қандай? Сабақтағы материал мен үшін құнды болды ма?